Саламатсыздар ма? Мен 104-ші орта мектебінің оқушысымын, 8-ші А сынып оқушысы Бағлан Нұрлыхан. Бүгін мен сіздерге өзімнің қар жинайтын машинамды көрсететін боламын. Бұл қар жинайтын машинам, яғни бұл машинамыз екі жұмысты істей алады. Ол, мысалы, мына жерде қарасаңыздар, мына жерде ол біріншіден қарды жинайды. Мына жерден қарды жинайды да, мынау қар динамы арқылы жоғарыға кетеді да, мынау үлкен шардың ішіне кіреді. Мына шардың ішінде, бұл шардың ішінде, яғни қарымыз жиналады. Сосын міне мына жерде мынандай бар. Бұл біздің фен, қолды кептіргіштен алынған, яғни бұл жылы, қатты ыстық ауаны айдайды. Бұл ыстық ауаны мынау шланг арқылы айдайды да, мынаның ішіне кіреді. Яғни бұның ішіндегі қардың бәрі ериді. Бұл ергеннен кейін бұл бізде не болады? Ергеннен кейін бұл жаман су болады. Ал бұл жаман су, яғни любой жерге, кез келген жерге төге салсақ, бұл қоғамымызға әсер етіп, яғни кері байланыс болады. Сол үшін біз ойлап тапқанымыз, мынау ыстық ауа, мына ішіндегі қарды айдағаннан кейін, мынау ішіндегі қар ыстық ауаның арқасынан ериді. Сонда бұл жаман суды біз фильтровать етеміз деп ойладық. Сонда мына жерде қарасаңыздар, бұл ішіндегі ерген қарды мынау фильтр арқылы фильтровать етеміз. Сосын бұл таза суға айналады. Бұл машинаның тағы да бір жақсы жері, бұл машина демалу орындары бар. Мына жердің ішіне қарасаңыз, бұл яғни домик, бұл домиктің ішінде адамдар демала береді. Мына жер демалатын орындары бар. Сол себепті бұл машина жұмыс істеуге өте ыңғайлы деп ойлаймын. Яғни тағы да қарасаңыздар, бұл механизм, бұл екі тоқ және батарейка арқылы жұмыс істейді. Мына жерде қазір қарасаңыздар, қазір қосам мен сіздерге, міне былай қосам мен. Бұлай қосам. Яғни қарасаңыздар, міне мына жерде екі нелер бар, дөңгелектері. Бұған әдейі резинкаларды мына жерге былай байласақ, мынау айналады. Резинкасымен бірге айналады. Бұл айналғаннан кейін, мына ішіндегі қарды ерітетін зат ішінде айналады да, қарды ерітеді. Бұны қосқанда, сосын артынан мына қол кептіргіштің ішіндегі біз әдейі не алдық? Механизм алдық. Бұл сол, яғни айтқандай ыстық ауаны айдайды. Бұны қосу үшін біз тоқпен аламыз да, розетке қоса саламыз. Сосын ыстық ауаны айдайды. Бұл бірден немен шланг арқылы ыстық ауаны ішіне айдайды. Бұл машинаның, яғни тағы да бір жақсы жері, бұл айтқандай екі машинаның бірдей жұмыс істейді. Адамдардың жұмысын оңай қылдырады. Бұл, яғни қазіргі мынандай машиналар біздің экономикамызды, істейтін заттарымызды адамдарға, яғни өмірлерін жеңілдетеді. Мысалы алсақ, қазіргі машиналардың бәрі КамАЗдар. КамАЗдардың бәрі қазір осы жинайды да, мына қарларды жинайды да, олар шамамен қаладан 30 километр алшаққа апаратты төгеді. Ол сосын ол жерде еріп, ол жерде су апат болып, яғни ыңғайсыз. Ал бұл машина қарды ерткеннен кейін фильтр арқылы фильтровать етіп, сосын ол тап-таза суды сіз ішсеңіз де болады, кез келген жерге құйсаңыз да болады. Бұл суды кез келген жерге құйсаңыз да жермен, қоғаммен ештеңе болмайды. Яғни бұл біздің суымыздың, во-первых, үнемдейді, қоғамға зиян келтірмейді. Сол себепті біз мынандай қоғамға және адамдардың өмірін оңай қылу үшін мынандай машина ойлап таптық. Және де айта кететін, осы машинада адамдарға шамамен 15-20 адамға демалатын жерлер бар. Бұл механизмдері, мына жерде демалатын адамдар үйі, және жоғарыда өздері материалдың бәрін істеген. Және де бұның бәрі қатты затпен істелген.
бұл жерде қолданылған су кептіргіш нелері, сабынның қақпақшасы, бояудың краскілейтін нелері және де ойыншықтар қолданылған. Сонда былай қарасаңыз, күнделікті өмірде қолданып жатқан заттармен біз мынандай қоғамға адамдардың өмірін оңай қылатын мынандай машиналар таптық. Ертең келе шақта осы машинаны қолдансақ, біздің өміріміз және экономикамыз көтеріледі деп ойлаймын. Сол себепті біз мынандай машина ойлап таптық.